Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай сіздерге өте нәзік, қатпарлы пияз нанның рецептімен бөлісемін. Ең алдымен жылы су, тұз, ашытқы және сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызды қосып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды пищевой пленкамен бетін жауып қоямыз, ауа өткізбейміз. Сонда қамырымыз өте жақсы көтерілетін болады. Сосын көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Туралған пиязға тұз, бұрыш, паприка сеуіп, жақсылап араластырамыз. Көтерілген қамырымызды алып, екі бөлікке бөліп, екі зуала жасап аламыз. Енді қамырымызды алып, жаюға кірісеміз. Жайып болғаннан кейін үстіне ерітілген сары майымызды жағып шығамыз. Сары майды жағып болғаннан кейін жаңағы салмамызды, пиязымызды үстіне себеміз. Екі бөлікке бөліп аламыз бірінші. Сосын бір бөлігін себеміз. Енді екінші жайған қамырымызды бетіне әдемілеп қойып, оның да бетіне ертілген сары майымызды жағамыз да, сосын пиязымызды бір тегіс етіп жайып аламыз. Қамырды енді бір шетінен орап жинай бастаймыз. Сосын ұлу тәрізді етіп, тағы да ораймыз. Оралған қамырымыздың үстінен оқтаудың көмегімен баса отырып, тағы да бір-екі жайып жібереміз. Енді бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз. Видеом пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер, мені қолдап жіберіңіздер. Бетіне күнжітті сеуіп әрлеп алып, 180 градусқа 30-40 минутқа пісіріп аламыз. Сонымен біздің пияз нанымыз дайын, өте дәмді, нәзік болып шықты. Жасап көріңіздер, кәделеріңізге жарасын.